Аранды елді мекенінде үлкен қуаныш. Жаңа оқу жылына жаңа мектеп, жаңа ғимаратта білім нәрмен сусынды алатын болды. Көздің жауын алатын білім ордасы 1 қыркүйектен бастап жұмысын бастамақ. Жаңа нысанның ашылуына арнайы аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев және де Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрі Аслан Бәкенұлы қатысты. Келген қонақтар 1 сынып оқушыларына оқулықтар сыйлады. Ғасыр бұрын ұлы Абылай хан білектің заманы өтті, білектің заманы келіп жатыр, дайындысың әлеуметтік сөз айтқан. Мектеп кеме, білім теңіз. Жаңа мектепте жаңа ғимаратта білім алатын оқушылардың қуаныштары жүздік иелерінен көрініп ақ тұрды. 2015 жылғы жас түлектер арасында 8 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, оның ішінде 5 оқушы гранттық негізінде оқу орнына түсті. Бұл дегеніміз алдағы уақытта осы мектептен біраз оқушы грант негізінде оқуға түсетініне сенімдіміз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елдің болашағы жастар, мен жастарға сенемін деп өзінің халыққа жолдауында айтып келеді. Сондықтан да Аранды елді мекенінде осындай білім ордасы салынып, ауыл тұрғындарына қуаныш сыйлап жатқан елбасына және де аймақ басшысына мыңда бір алғысымызды жеткіземіз. Бұл мектеп ғалымда, шахтерда еліміздің даңқын көтеретін бір тұлға азаматтар шығатынына сеніміміз мол.